Енді құрылтай мәселесі біздің ата заңымызда бұрын соңды көрініс бермеген құбылыс. Енді құрылтай жөнінде айтсақ, бұл жерде енді кез келген халықтың, мемлекеттің қоғамдық, саяси өмірінде, рухани өмірінде тарихи сабақтастығы болады. Ол міндетті түрде. Осы тұрғыдан алғанда, біздің жаңа ата заңымызда осы құрылтай деген атау биыл осы жаңадан біз енгізіліп отыр. Енді құрылтай жалпы біздің халқымыз үшін жат түсінік емес, жат құбылыс емес, оның тарихы тереңде жатыр. Сабақтастығына қарағанда. Өйткені құрылтай әсіресе мына 18 қазақ мемлекетінің, қазақ халқының дамуындағы 18 ғасырдағы Әз Тәуке хан басқарған кезеңнен бастап болады екен, негізі. 18 ғасыр. Енді Әз Тәуке хан тарихи деректер бойынша 1680 жылдары билік басына келді деп айтады. 1715 жылдарға дейін 35 жыл бойы қазақ мемлекетін басқарған өте ақылды, дарынды, халықтың алдында беделі зор болған тұлға болған. Сондықтан Тәуке хан кезінде қазақ тарихымызда жаңағы айтылады. Қой үстіне боз торғалайған заман деп айтылады екенде. Бұл енді өте терең мағынасы бар. Халықтың әл-ауқатының жоғары болуы, халықтың бірлігінің, тірлігінің болуы, мемлекетіміздің беделінің жоғары болуы, халықаралық деңгейде деген сияқты. Сондықтан осы мәселемен, осы тұрғыдан алғанда құрылтайдың қазақ мемлекетінің саяси өміріндегі мән-маңызы зор болды. Өйткені құрылтай не үшін керек болды? Құрылтай бірінші халықтың бірлігін ұйымдастыру, халық бірлігін сақтау үшін керек болды. Содан кейін барып мемлекет ауқымындағы, ел ауқымындағы өте маңызды мәселелерді қабылдап, соны іске асыру үшін қажет болды. Сондықтан алғашқы құрылтайлар біз осы 17 ғасырдың 80 жылдарынан бастап қабылдана бастады. Енді оның жаңағы құрылтайдың енді қабылдануы ол қандай жағдайға байланысты десек, айтсақ, бұл көбіне 17 ғасырда қазақ қоғамының өмірінде өте күрделі жағдай қалыптасты, білесіздер, тарихтан алғанда. Ол мына жоңғар шапқыншылығы кезең еді, басталған кезең еді. Құрылтай жалпы бүкіл қазақ халқының басын қосқан халық жиналысы дейді. Немесе ұлы бас қосу деп атайды екен. Алғаш құрылтайлар сол қазіргі оңтүстік Қазақстан Сайрам маңында, сонымен Түркістан маңында, қазақ тарихында ерекше аталатын Мәртөбе деген, Күлтөбе деген жерлерде өткізілген екен. Енді құрылтайдың жаңа айтып кеткен негізгі мәселелері бойынша айтсақ, бұл енді сол кездегі жағдайға байланысты мемлекет ауқымындағы реформаның бастауы болды деп айтамыз. Соның ауқымдағы саяси құқықтық реформаның бастауы болды. Яғни қиын кезеңдегі айталық, жаугершілік кезеңдегі айталық қазақ халқының әскери қолбасшылығы қалай болу керек, жауға қалай тойтарыс беру керек, осы жөнінде пікір алысылды. Яғни осы тұрғыдан алғанда әскери қолбасшыны тағайындау құрылтайдың құзырында болды. Содан кейін қазақ тарихындағы жаңағы хандардың рөлі, хандардың өкілеттігі, оларды сайлау, оларды таққа отырғызу, олардың жаңа міндеттері осы құрылтайда анықталған болатын. Яғни құрылтай дегеніміз ең жоғарғы заңды күші бар мемлекеттік орган деген сөз. Тамыз айында үлкен саяси науқан басталады. Әрине оған бәріміз қатысуымыз керек. Өйткені енді сайлау енді бұрынғыдан бөлек болады. Өйткені партиялық тізім бойынша өтеді. Енді менің ойымша бұл партиялық тізіммен дегенмен енді әрбір азамат енді партияға кіреді, кірмейді өзінің құқығы. Бірақ партиялық тізім арқылы өзінің барлық мүмкіндігін жаңағы жұмсау арқылы парламентке өтуге қақысы бар. Деген